Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін бізде нөмір 6 дәріс. Дәрістің тақырыбы апаттар. Бүгінгі біздің дәріс видео форматта жүреді. Видеоны дайындаған біз Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаментінің жоғары мамандары. Өте қызықты видео, назар аударып қараңыздар. Сұрақтарыңыз болатын болса, яғни мына тәжірибелік сабақта біз кездескен кезде сұрақтарыңызды қоясыздар, біз толықтай сұрақтарыңызға жауап беріп, сол тақырыпты талқылаймыз. Қазір видеоға көшеді, мұқият тыңдап көріңіздер. Апаттар әзірге адамға толықтай бағынбайтын, мемлекеттің экономикасына және тұрғындарына үлкен зардап әкелетін табиғат күшінің әрекеті. Табиғат апаты адам өліміне, материалдық шығын және басқа да ауыр зиян алып келетін катастрофалық табиғи құбылыс. Қайталанатын және қауіпті табиғи құбылыстар жер сілкінісі, су тасқыны, селдер. Табиғи апаттар аяқ астынан пайда болады және олардың өзіндік мінездемесі бар. Олар ғимараттарды және құрылыстарды қиратып, қымбат заттарды құртып, өндіріс жұмысын тоқтатып, адамдардың және жануарлардың өлімін туғызуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар табиғат апатының әрі қарай өсуіне және қайталана беруіне әкеліп соғады. Оның шығуына байланысты апатты екіге бөледі. Антропогендік адамның әрекетінен пайда болған және табиғи адамның қатысуынсыз өзі табиғи жолмен пайда бола беретін. Көбінесе табиғи жолмен болатын апаттар қайталанады. Жер сілкінуінің себебі ретінде вулканның атқылауын, қатты тау қопарылыстарын, тау жерінің көшуін, бос жерлердің түсіп кетуін, метеориттердің құлауын, жердің космостық объектілермен соқтығысуын жатқызуға болады. Су тасқынын, қардың еруі немесе қатты жауын кезіндегі су көшкіні, суды желдің айдауы, өзендерде мұз тартып қалуы, плотиналарда және қоршаулардың жарылуы, жер сілкінісі кезінде өзенді топырақпен жауып тастаған жағдайлар шақыруы мүмкін. Селдер қатты жауындардың нәтижесінде жауын жауып қар ерген кезде, қардың, мұздықтардың ерген кезінде, өзен жағалары құлаған кезінде, көлдердің жарып кеткен кезінде шығуы мүмкін. Осы табиғи апаттарды шақыратын себептер әлемде барлық жерде бірдей. Осындай жағдайлар жер шарының көптеген бөліктерінде болып тұрады. Қазақстан Республикасы бұдан тыс емес. Осы жерлерде болған табиғи апаттар өзінің көлемі мен катастрофалық шығыны жағынан әртүрлі. 20 ғасырдың басында Верный қаласында бірінен соң бірі болған жер сілкінісін, қайталана берген су көшкінін және сол кездері Алматы қаласына келе қалған батыс және оңтүстік Қазақстандағы көктемгі су тасқынын еске алайық. Қазіргі заманғы ескерту әдістеріне қарамастан, республика үшін табиғат апаттары сирек болатын құбылыс. Бұл Жамбыл облысындағы Луговойдың жер сілкінісі және Сырдария мен Орал өзендеріндегі Каспий өңіріндегі су тасқыны. 21 ғасырдың бас жағы Түркиядағы және Пәкістандағы жер сілкінісімен және Америка, Европа, Азиядағы су тасқынымен белгілі болып тұр. Табиғи апаттар адамзат тарихының барлық кезеңіне болып келе жатыр, және де әрқайсысы әртүрлі зиян тигізеді. Табиғи апаттардан келген шығын тікелей немесе жанама болуы мүмкін. Тікелей шығын бұл адамдардың өлімі немесе жарақат алуы, әртүрлі қиратулар. Тікелей шығынның мөлшерін анықтау қиынға түспейді. Жанама шығынның бағасын шығару өте қиын тапсырма. Жанама экономикалық шығын шаруашылық жұмысының кәдімгі режимі бұзылуынан болады. Сонымен қатар энергетикалық, транспорттық және басқа да коммуникациялар мен өндірістердің жұмыстарының бұзылуынан және жұмыс күшінің астынан пайда болған жұмысқа салынып кетуінен болады. Экологиялық шығын апат адамның денсаулығына және табиғатқа зиян келтіретін заттар қолданатын немесе өндіретін өндірісті құртып, қоршаған ортаны ластағаннан болады. Әлеуметтік шығын адамдардың апат кезінде басшылардың құтқаруына сенбеуінен әлеуметтік бытыраңқы көзқарас пайда болғанда шығады. Шығынның әр түрінің мөлшері мен қатынасы келесі факторларға байланысты. Тұрғындардың тығыз орналасқандықтарына, қоғамның табиғи апаттарға дайындықтарына, халық шаруашылығы объектілерінің мінездемесі мен технологиясына.
2000-2001 жылдардағы селдің шығындары. Ресей, оңтүстік Сахалин. Үйлер, көлік және темір жолдары қираған. Шығын 20 миллион рубль. Корея. Ондаған адамдар қаза болып, көптеген үйсіз қалды. 125 мың ғимарат зардап шеккен. Оның ішінде 29 мыңы қираған. 1930 көпір істен шығып қалған. Шығын 600 миллион ақш доллары. Италия, Швейцария, Альпі. Ондаған адам қаза болып, бірнеше ондаған адам із-түссіз жоқ. Адамдар үйсіз қалды. Тайвань. 50 шақты адам қаза болған. 150-і із-түссіз жоқ болып кеткен. Егін жерлер жойылып кетті. Шығын 40 миллион ақш доллары. Статистика бойынша өзен суының тасуынан соңғы 20 жылда әлемде шамамен 200 мың адам қаза болған. Кейбір гидрологтардың айтуынша, бұл сандар төмен көрсетілген. Тек бір ғана 19-100 жылдықта Қытай өзендеріндегі су тасқынында қайтыс болған адамдардың саны 1 миллионға жеткен. Әлемде ең көп зардап шегетіндер саны жағынан осы су тасқынынан. Соңғы 500 жылда жерде жер сілкінісінен 4,5 миллион адам қаза болған. Халықаралық жер сілкінісі статистикасы мына уақыттар ішінде қалай болғанын айтады. 1947 жылдан 1970 жылға дейін 151 мың адам. 1970 жылдан 1976 жылға дейін 700 мың адам. Ал 1979 жылдан 1989 жылға дейін 1,5 миллион адам қаза болған. Соңғы 40 жылда бұрынғы СССР аумағындағы қалалар Ашхабад, Ташкент, Спитак, Сахалин 4 үлкен жер сілкінісінде 150 мың адам қаза тауып, 100 мыңдайы жарақат алған. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының азаматтық қауіпсіздік туралы, табиғи және техногенді түрдегі төтенше жағдайлар туралы және басқа да заңдар күшіне енген. Бұл заңдар табиғат апаттарының алдын алу үшін хабар беріліп тұратын, зиян шеккендерді құтқару және келген зиянды қалпына келтіру шараларын қамтиды. Қауіпті аудандарда құрылыс жүргізу тоқтатылды. Қорғаныс дамбаларын көтеру және мықтылау, гидроқұрылыстарды қайта жөндеуден өткізу үшін керекті қаржы бөлінуде. Апаттарды болжауға болады. Уақытын белгілеуге, мінездеме беруге, оның болатын мөлшерін айтуға және шығын азайтатын алдын алу шараларын ұйымдастыруға болады. Болатын су тасқыны жөнінде тұрғындарға алдын ала хабар беріледі. Қауіп жөніндегі хабарда гидрометео хабарлар беріледі. Барлық метеостанцияларда атмосфералық жағдай бақыланып және керекті орындарға апат жөніндегі ақпаратты беріп отырады. Жер сілкінісін болжау және хабар беру әдістері жаңартылуда. Жаңа технологиялар енгізілуде. Тектоникалық плиталардың жақындасатын жерлері зерттеліп және белгіленді. Бірақ сейсмологиялық бақылаудың ауқымды жүйесіне қарамастан, жер сілкінісінің болатынын алдын ала дөп басып айту тектоникалық плиталардың қозғалуына байланысты. Ал бұл процесс тек қана жер сілкінісінің алдында ғана болады. Жапонияның метеорологиялық агенттігі қызметкерлерінің айтуынша, егерде эпицентр бақылау жерінен 200 км жерде болса, тіпті кейбір сезімтал жүйелердің қызметі нашарлығына қарамастан, жер сілкінісін алдын ала 40-50 секунд бұрын білуге болады. Алайда құтқарылу көбіне адамдардың өзіне байланысты. Егерде сіз өзіңізді ойламасаңыз, үкіметтің және қоғамдық ұйымдардың алдын ала жасап жатқан шаралары сізге көмектеспейді. Адам өзін құтқарып қалу үшін арнайы қызмет түрлеріне өзі де көмек көрсетуі қажет. Тек құтқарушы мен құтқарылушы екеуінің күштері біріккен кезде ғана жақсы нәтижеге қол жеткізе аламыз.